Орыс тілінде сөздерді дұрыс оқудың 5 ережесі. Ең бірінші ережеге тоқталайық. Бұл ударение. Ударениенің орны тұрақсыз, яғни жылжымалы. Әрбір сөзде тек бір ғана ударение болады. Мысалы, кошка деген сөзде ударение бірінші буынға түсіп тұр. Собака сөзінде екпін ударение екінші буынға түсіп тұр. Ал крокодил сөзінде соңғы үшінші буынға түсіп тұр. Сонымен қатар, бір сөздің өзінде ударение әр кезде әрқалай түседі. Мысалы, коза деген сөзді алайық. Бұл жерде бізде коза ударение соңғы әріпке түсіп тұр. Ал егер бірнеше коза болатын болса, онда козы болады. Козы ударение бірінші буынға оға түсіп тұр. Яғни, а әрпінен о әрпіне ауысты. Ударениені білгеннің арқасында сіз дұрыс оқисыз, дұрыс айтасыз. Сонымен қатар, орыс тілінде әріптер алфавитке сәйкес емес дыбысталуы мүмкін. Ол қалай? Мысалы, кошка деген сөзді алайық. Кошка ударение о әрпіне түсіп тұр. Сонымен, егер о әрпіне ударение түссе, оны о деп айтамыз. Ал егер о әрпіне ударение түспесе, онда оны а деп айтамыз. Яғни, вода емес, вода. Сонымен қатар, е әрпіне ударение түссе, оны е деп дыбыстаймыз, лето деп. Ал егер е әрпіне ударение түспесе, онда и деп дыбыстаймыз. Стена. Стена. Енді я әрпіне тоқталайық. Ударение я әрпіне түсіп тұр. Сондықтан я деп дыбыстаймыз. 5. Ал егер я әрпіне ударение түспесе, онда и деп дыбыстаймыз. Яғни, язык емес, язык. Й әрпі сөздің қай жерінде болса да, басында, ортасында, соңында болса да, үнемі осы әріпке й әрпіне ударение түседі. Енді екінші ережеге тоқталайық. Его, ого деген сөздерде осы г әрпін в деп оқимыз. В деп айтамыз. Мысалы, его зовут. Его емес, его болады. Его зовут гіні в деп айтамыз. Синего цвета. Синего цвета. В деп дыбыстаймыз. Большого кота. Русского языка. Үшінші ереже ся, яғни жіңішке белгісі бар, жіңішке белгісі жоқ. Етістіктерін са деп дыбыстаймыз. Са деп айтамыз. Мысалы, мне нравится, знакомиться. Байқағаныңыздай, нравится сөзінде мягкий знак жоқ, ал знакомиться сөзінде мягкий знак бар. Екеуі де бірдей дыбысталады. Са деп. Төртінші ережеге тоқталайық. ЧН дыбысын, ЧН әріптерін ШН деп айтамыз. Мысалы, конечно деген сөзді конечно деп айтамыз. Скучно емес, скучно. Және біздің білетін сөздеріміз бұл. Что деп жазылғанмен, что деп айтамыз. Чтобы деп жазғанымызбен, чтобы деп айтамыз. Потому что деп жазсақ та, потому что деп бірге айтамыз. Енді 5-ші ережеге тоқталайық. Предлоги. Предлогтар. Сөйлемде предлог келетін болса, ол предлогты сөзбен бірге айту керек. Ол қалай? Мысалы, я учусь в школе. Яғни, в школе деген сөзді екеуін біріктіру керекпіз. Сонда я учусь в школе. Келесі мысал, я работаю в кафе. Бұл жерде біз в мен кафе сөзін біріктіріп айтамыз. Я работаю в кафе. Сонымен бұл сабақта орыс тілінде дұрыс оқудың, дұрыс жазудың, дұрыс айтудың 5 ережесін өттік. Келесі сабақта кездескенше.